Кітап нөмір 152 Таласбек Әсемқұловтың «Талтүс» атты кітабы түскен. Енді жалпы бұл автор негізі біздің жерлес болып келеді екен. Авторға тоқталатын болсақ, ол кісі 1955 жылы 1 тамызда осы өзіміздің Аягөз ауданындағы Таңсық станциясында дүниеге келген екен. Және бұл кісінің өмірі 2014 жылы 23 қыркүйекте 59 жасында қайтыс болған екен. Жалпы бұл кісі негізінен Таңсықта туғанымен Айғыз деген ауылда, Шұбартау ауданының, бұрынғы қазіргі Аягөз ауданының Айғыз ауылында нағашы атасының қолында өскен. Нағашы атасы сондай асқан күйші болған және бұны өзінің шәкірті ретінде бауырына басқан екен. Енді атасына келетін болсақ, атасы негізі шын аты Жүнісбай Стамбаев, 1891 жылы туған және 1973 жылы қайтыс болған әйгілі күйші болған. Көптеген тарихи жаңағы түйткілдерді бастан өткізген сондай бір қария. Осы өзінің жаңағы жиенін бауырына басып, өзіндегі бойындағы дарынын үйретіп кеткен екен. Енді бұл кісі негізі айта кетейік, сөз барысында осы Жүнісбай Стамбаев Мұхтар Мағауиннің «Көкбалақ» романында және осы «Талтүс» романындағы басты кейіпкер болып табылады. Кітапқа келетін болсақ, жалпы кітаптың өзі 428 беттен тұрады бұл кітап. Және ішінде ол кісінің 3 шығармасы енген. Шығарма болғанда негізі 2 шығарма. Біріншісі «Талтүс», екіншісі «Кәрі күйші» деген сол «Талтүстің» жалғасы. Сол 2 шығармада, яғни осы Таласбек ағамыздың өзінің жалпы өмірбаяны жазылған ғой негізі. Онда да Әжігерей деген бала кішкентай кезінде нағашы атасының бауырында өседі. Тура өзінің өмірбаянын осы кітапқа көркем түрде әдемі жеткізген. Және күй туралы көптеген тың деректерді, мәліметтерді беріп өткен бұл кітапта. Және тарихи деректерді көп айтқан. Енді ол кездегі кісілер білесіздер, соғысты көрді, ашаршылықты көрді, азамат соғысын көрді деген секілді. Сондай бір ауыр заманда өмір сүрген атасының Сібірге айдалғандығы, сол секілді негізгі туған әкесінің соғыста болғандығы секілді оқиғалардың барлығын дастархан басында отырып, тыңдап отырып, соны ойына сіңіріп, кейін кітапқа жазған екен. Және бұл кітапта негізі, және айтып кеттік, Сабыт деген ақсақал, күйші ақсақал негізі осы кісінің өзінің нағашы атасы, Әжігерей деген өзі прототипі. Сонымен қатар тағы да бірнеше жаңағы кейіпкерлер бар, көптеген тарихи тұлғалар бар. Соның ішінде бұл кісінің анасы Қалима деген, негізі сол Сабыт ақсақалдың қызы Қалима, осы аяғында Әжігерей біледі өзінің анасы екендігін. Сонымен қатар Гүлшат деген бір қыз келеді. 11 класс оқыған кезде сол қызбенен ғашық болып өзара махаббат оқиғасы да орын алады. Енді керемет жалпы. Сонымен қатар Сыбан руынан шыққан Сәруар деген ақсақал жол жөнекей қарлы боранда ауылға тоқтап, құдай қонақ болып бірнеше күн жатады. Сол кездегі ол кісінің күй өнері, жалпы ол кісінің білімі керемет таң қалдырады. Артынан ол кісіні Қарағашқа іздеп барған кезде ол кісі жазында қайтыс болып кетеді екен. Жаңа 97-98-ге келген жасында, 100-ге тақаған жасында қайтыс болған асылдың сынығы, асыл сүйікті Сәруар ақсақал деген кісіні айтып өтеді. Енді жалпы айтатыны, бұл кісінің негізі жазушылық өнерінен бөлек күйшілік өнері де болған, айтып кеттік, бірақ жазушылық өнері де өте тамаша. Енді мен деп жүрген жазушылардан бірде-бір кем емес. Жалпы енді соншалықты қатты танылмай қалды демесек, жалпы бұл кісінің жазушылық шебері де керемет болған екен. Тәтімбеттерінің жалпы Құнанбайдың аға сұлтандық кезіндегісі, жалпы сол кездегі оқиғалар, жұрттан қалай малды аман алып қалғандығы туралы көптеген оқиғалар қамтылған. Сол кезде Кенесары Қасымұлының көтерілісі де бар ішінде. Жалпы Тәтімбет серінің өмірі туралы тәптіштеп баяндалған, бірақ кейбір деректерде бұл роман аяқталмай қалған деген дерек бар. Сондай тамаша роман. 2 шығармасы да керемет. Жалпы бұл кісіні кеңінен насихаттап, көптеген жаңағы қазақ прозасына айтулы, оқиғалы келген шығармаларға жатқызуға болатын шығармалар екен. Жақсы, қош, енді 152-ші кітабымыз осы, таныстық. Келесі кітабымызға өтейік.
153-ші кітабымыз Тәкен Әлімқұлов Телқоңыр.